Жапония өзіндік мәдениетімен, терең тарихымен және заманауи технологияларымен ерекшеленетін таңғажайып ел. Әлемдегі ең дамыған елдердің бірі болып саналады Жапония. Жыл сайын миллиондаған туристердің өзіне тартады. Жапонияның ерекше табиғаты, дәстүрлері мен заманауи қалалары адамдарды қызықтырып, таңғалдырады. Осы ел туралы қызықты және таңғалдырарлық деректермен танысып, оның көп қырлы болмысын түсінуіңізге болады. Жапония 6852 аралдан тұратын мемлекет. Халық саны шамамен 126 миллион адамды құрайды. Елдің ең үлкен аралы Хонсю. Ол Жапония халқының басым бөлігін құрайды. Елдің астанасы Токио. Ол әлемдегі ең үлкен мегаполистердің бірі. Жапонияда шамамен 200-ден астам вулкан бар. Олардың 60-тан астамы белсенді. Жапониядағы ең биік тау Фудзи тауы. Оның биіктігі 3776 метр. Жапонияның валютасы Жапон йені. Жапониядағы орташа өмір сүру ұзақтығы әлемдегі ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Шамамен 84 жыл. Жапония әлемдегі ең ірі автоөндіріс орталықтарының бірі. Мұнда Toyota, Honda, Nissan сынды брендтер шығарылады. Жапонияда роботехника және технологиялар саласы қарқынды дамыған. Елдің білім беру жүйесі әлемдегі ең үздіктердің бірі болып есептеледі. Жапония әлемдегі ең үлкен экспорттаушылардың бірі. Оның негізгі экспорттық өнімдері техника, көліктер және электроника. Жапонияда орта білім беру міндетті және тегін болып табылады. Елдің дәстүрлі тағамдарының бірі суши. Ол бүкіл әлемге танымал. Жапондар күрішті күнделікті тағам ретінде тұтынады. Бұл олардың басты азықтарының бірі. Жапониядағы ең танымал мерекелердің бірі жаңа жыл. Оны олар ерекше салтанатты түрде қарсы алады. Жапонияда 100-ден астам, жасы 100-ден асқан адам бар. Жапондықтардың зейнетақысы өте төмен. Әр адам өзінің қартайған шағында өзі қамтамасыз етуі керек. Токио метросы әлемдегі ең күрделі және тығыз метро жүйелерінің бірі болып табылады. Жапониядағы ең танымал спорт түрі сумо күресі. Елдегі жыл сайын сәуір айында сакура гүлдейді. Бұл ерекше табиғат көрінісі мыңдаған туристерді тартады. Жапонияда 17 ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралары бар. Оның ішінде Киото қаласы ерекше орын алады. Жапонияда көпшілікке арналған ванналар, онсендер өте танымал. Жапонияның ұлттық діні синтоизм, бірақ буддизмде кеңінен таралған. Жапонияда қатаң жұмыс мәдениеті қалыптасқан. Және бұл елде ең ұзақ жұмыс сағаттары байқалады. Жапонияда жұмысқа тура уақытында келу жаман мінез саналады. Жұмыс орнында адам кемінде жарты сағат ерте болуы керек. Жапонияда оқу жылы 1 сәуірден басталады. Айтпақшы, жапон тілінде айлардың атауы жоқ. Олардың орнына жапондықтар реттік санмен 1 ай, 2 ай, 12 ай деп атайды. Елде арақашықтықта жылдам жүріп өтетін ең жылдам пойыздың бірі Шинкансен қолданылады. Жапония халқының тек 3% ғана шетелдік ұлт өкілдері болып табылады. Жапония әлемдегі ең қауіпсіз елдердің бірі ретінде танымал. Мұнда қылмыс деңгейі өте төмен. Елде 2020 жылы Олимпиада ойындары өткізілді. Бұл Жапонияның халықаралық спорт сахнасын беделін арттырды. Жапонияда жаяу жүргіншілерге арналған аймақтарда адамдардың тазалығын сақтау ерекше маңызды. Және көпшілік жерде қоқыс жәшіктері өте сирек кездеседі. Жапонияның солтүстік қалаларында тротуарлардың барлығы жылытқышпен жасалынған. Сондықтан да бұл жерлерде ешқашан көктайғақ болмайды. Жапонияның көшелерінде, тіпті дәріхана, дүкендерінде де қолшатырлар салынған құмыраларды жиі көруге болады. Егер жауын құйып кетсе, олардың біреуін алуға болады. Сосын жауын тоқтағанда жақын маңдағы құмыралардың біріне салып кетіңіз. Барлық үйлерде, көптеген ауруханаларда, мейрамханалардың көбінде және кейбір кеңселерде аяқ киімді шешу керек. Сондықтан да нәски әрдайым бүтін болғаны дұрыс. Егер сіз аяқ киіміңізді шешсеңіз, оның тұмсығын есікке қаратып қоюыңыз керек. Әйтпесе, ол көргенсіздікке саналады. Егер бұлай жасамасаңыз, оны сіздің орныңызға үйінің қожайыны немесе қызметкер жасайды. Жүзінде жапондар ешқашан қонақтарын үйге шақырмайды. Келіп кетерсіз дегенді жай ғана сөзді мысалы деп түсініңіз. Жапония тек технологиялық және экономикалық тұрғыда ғана емес, мәдениеті мен дәстүрлерінің байлығымен де таңғалдыратын ел. Оның ерекше табиғаты, ұлттық тағамдары және тарихи орындары саяхатшылар мен зерттеушілер үшін таптырмас мүмкіндік. Бұл ел өзінің дамығандығы мен өзіндік ерекшеліктерімен бүкіл әлемді таңдандыруды жалғастыруда. Жапонияға барған әр адамның оның қайталанбас мәдениетінен әсер алады.